Бүгінгі сабақта желілер топологиясы туралы үйренеміз. Жергілікті желідегі компьютерлердің бір-бірімен геометриялық байланысу тәсілін топология деп атайды. Олардың бірнеше түрі бар. Осы сабақта біз шина, жұлдызша, ұялы, ағаш және сақина топология түрлерін қарастырамыз. Шина топологиясы. Негізгі байланыс ретінде бір ғана кабель қолданылады. Осы кабельге жеке-жеке бірнеше компьютерлер жалғанады. Желінің кемшілігі шинаның бір жері үзілсе, барлық компьютерлер өзара байланысын жоғалтады. Артықшылығы арзан және орнату оңай. Шина ретінде коаксиальды кабельдер қолданылады. Ал бұл кабельге компьютерлерді жалғау үшін BNC не T коннекторлары пайдаланылады. Сигналды тоқтату үшін терминаторлар қолданылады. Ол істен шыққан жағдайда сигнал қайтарылып, желі сигналдарына кедергі болады. Бұл топология түрі қазіргі уақытта ескірген және сирек қолданыста. Сақина тәріздес желі топологиясы. Бір-біріне тізбектеп жалғанып, жабық шеңбер құрайтын бірнеше компьютерлерден құралған. Желіде сигналдар бір бағытта беріледі. Компьютер көрші компьютерден алған сигналды күшейтіп, өзінен кейінгі компьютерге жеткізіп отырады. Кемшілігі желідегі компьютердің біреуі істен шықса, желі де жұмысын тоқтатады. Бұл топология түрі қазіргі уақытта ескірген және сирек қолданыста. Жұлдызша желі топологиясы. Жұлдызша желі топологиясы бүгінде ең көп тараған желіні құрастыру әдісі. Желіні бұлай ұйымдастыруда компьютерлер бір-біріне тікелей жалғанбай, желілік бейімдеуішке, адаптерге жалғану арқылы байланысады. Желідегі компьютер істен шыққанымен басқалары өзара байланысын жоғалтпайды. Кемшілігі желідегі орталық желілік бейімдеуіш, хаб не switch істен шықса, желі де жұмысын тоқтатады. Ұялы желі топологиясы. Ұялы желі топологиясында әрбір компьютер желідегі компьютерлердің барлығына тікелей қосылады. Желідегі компьютер істен шыққанымен басқалары өзара байланысын жоғалтпайды. Кемшілігі желідегі кабельдердің көп болуына байланысты желі қымбат және оны басқару қиын. Жергілікті желіде сирек қолданыста. Бұл көптеп WAN яғни Wide Array Network интернет байланысында қолданылады. Ағаш желі топологиясы. Бұл топологияны иерархиялық желі топологиясы деп те атайды. Жұлдыз тәріздес әрбір жоғары деңгейдегі торап төмен деңгейдегі тораппен тікелей байланыста. Бұл топология желідегі қателіктерді анықтауға ыңғайлы. Мысалы, егер ғимарат көп қабатты болса, оның әр қабатындағы жеке тораптарды байланыстыратын ортақ бір торап болады. Міне осылай біз желілердің сымды топологияларын қарастырып шықтық.